Барлықтарыңызға сәлем алейкум. Бүгін біз карамельный пирог жасаймыз. Хит болып жүрген. Ең біріншіден бисмилля деп бастап, жұмсақ комнаталық температурадағы майымызды, бір жұмыртқа, қантымызды өлшеп саламыз. Ұнға қопсытқышты қосып, ситадан өткізіп алдым. Барлығын араластырып аламыз, қолмен немесе миксермен. Қамырымыз жұмсақ, холодильникке 20-30 минутқа салып қоямыз. Одан бұрын начинкасын дайындаймыз. 2 жұмыртқа, вареная сгущенка. Вареная сгущенка жақсысын таңдасаңыз, дәмі дәмдірек шығады. Сливки қосамыз, 2 қасық кукурузный крахмал. Начинкасын барлығын миксермен бір араластырып алдым. Түсіруді ұмытып кетіппін. Осылай тестамызды жасаймыз, начинкамызды құямыз. 30-40 минутқа духовкада пісіреміз. Пирогымыз дайын болғаннан кейін бірден кеспейміз. Суытып алып 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз.